Бұл регистрация бітті ғой, Бастай береміз ба? Ручка бересіз. Экологиялық кодексте. Бастай бересіз ғой. Малымызды да бастай бер. Саламатсыздар ма? Құрметті қатысушылар, қоғам және ауыл тұрғындары, мемлекеттік органдардың өкілдері қатысып отыр. Бүгінгі өткізіліп отырған іс-шараның мәні мен мақсатын таныстырып өтейін. 2021 жылы өткізілген қандай кодекс еді? Экологиялық кодекстің 88 бап 2 тармағына сай экологиялық рұқсат алу шеңберінде 2 санатқа жататын объектілердің жобалық құжаттары, міндеттері түрде мемлекеттік экологиялық сараптамалардан өту керек. Ал экологиялық кодекстің 96 бабына сай мемлекеттік экологиялық сараптама барысында сол жоба бойынша қоғамдық тыңдау өткізу шарт. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылғы 3 тамызда номер 286 бұйрығымен бекітілген ережелерге сай жүргізіледі. Мен Қадырбекова Мырзада Сейсенбекқызы, Рысқұлов ауылдық округ әкімінің орынбасары, осы мекеменің өкілі ретінде Майлыкент сүт кооперативі туралы айтар болсақ, 2008 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Сүт өнімдерін шығаратын өндіріс, оның ішінде тетрапакеттердегі сүт, айран, творог, сары май, ірімшік, құрт, тағы да басқа өнімдерді өндіреді. Кооператив жыл 12 ай тоқтамай жұмыс істейді халықтың игілігіне. Ал жобалық құжатқа келетін болса, ары қарай сөзді экологиялық құжатты әзірлеуші Әуешова Назипа Пернебайқызына берейін. Рахмет. Не қосылып жатыр ма? Сайдың болып жатыр. Саламатсыздар ма? Құрметті қатысушылар, қазір төрағамыз айтып өткендей, біздің бүгінгі іс-шарамыздың мән мақсатын сіздерге таныстырып өтті. Өте дұрыс. Я вас перебью. Хатшыны сайладыңыздар ма? Жоқ, енді Сіз хатшыны сайлап не алсаңызшы, төраға өзіңіз боласыз деп, хатшыны сайлап жіберейік. Регламент. Сізге Таныстыру ғой негізі. сөз беріп қойдым ғой. Ничего страшного, айта беріңіз. бекітіп алайық, кім хатшы. Регламентті бекітіп. Протокол жүргізеді ғой. Бүгінгі өткізіліп отқан іс-шара бойынша хаттама түзілінеді. Осы іс-шараның ашылу жүріс барысын мен Қадырбекова Нұрзада Сейсенбекова қоғамдастық жиынының төрағасы болынамын. Осы бүгінгі өткізіліп отқан іс-шараның хатшысы етіп, Неге саламыз голосованияға? Қарсы болмаса бұл қазір салынбайды ғой. Хатшы голосованиямен бекітеміз. Саитова Фатимаға және Қарсы сөз емес. беруге қатысып экологиялық құжаттарды әзірлеуші, баяндама жасаушы Әуешова Назипа Пернебайқызына регламентті қанша минутқа бекітілгендер? Сөз сөйлеушіге 5 минут жететін шығар, 5-7 минут. Баяндамаға 5 минут. Алыс сөзге. Және қарсы қалыс шығушыларға 3 минуттан. Регламенттің бекітілуіне қарсы қалыс барсыздар ма? Жоқ. Регламентке қарсы еместер ғой. Қарсы регламентті бекітілді, қарсы жоқ, қалыс жоқ. Хатшы. Хатшыны айтып қойдым ғой. Сайланды ма, болды ма? Мен өзімді үнге хатшыны айтып, үнге іс-шараның регламентін бекіттім ғой. Болды. 5 минутқа жарыс сөз, 3 минутқа. Қарсы қалыс жоқ.
Саитова Фатима бүгінгі іс-шараны баяндау сөз Әуешова Назипа Пернебайқызына беріледі. секретарь бекітті, өзіміз жүргізіп отырмыз, оның барлығын фиксировать етіп, докладчикті регламентті бекітті, регламентке сай жүргізуге рұқсат етіңіздер. Майлыкент кооперативі бойынша таныстырып, бірінші қандай объект екенін таныстырып өтейік, сіз мені қосып берсеңіз ролик. Ауыл өндірістік кооператив Майлыкент сүт, мысалы, енді өзім білуім бойынша 2010 жылдардан деді іске қосылды, шамамен. 2014-те. Сол жылдардан бері үзбей жұмыс істеп келеді. Кеше даже кейін естім, пандемия кезінде де тоқтаған жоқ деп, мысалы. Сол жылдардан бері жұмыс істеп келеді. Мына өндіріс экологиялық таза құжат шығарады. Барлығы енді қарапайым технологиямен шығарылады, экологиялық таза өнім. Өздеріңіз көріп отырғандай, осы халықтан жаңағы сүт жинап, осындай не технологиямен тетрапакеттерге фасовка жасалынады. Барлығы таза условияда істелініп жатыр. Сүт өнімдері белгілі, қазір халыққа өте танымал товар. Сүт, айран, сыр, творог, ряженка дейді, сол сияқты сүт өнімдері. Құрт та шығарылады. Халықтың барлығы қазір өте таниды, және шын ықыласымен қабылдайды. Жаңағы роликті танысып өтейік. Бұл өндірістік процесс. Қазандықтарды көрсетсеңіз деп еді. Мынау қазандықтар, СЭФ, южнокорейский производство қазандықтар. СЭФ 500 технологиялық қажеттіктерді қамтамасыз ететін қазандық. И жылу. Жұмыс орны, мынау офистік орындарда жылумен қамтамасыз ететін қысқы мезгілде қазандықтар. Бұл жерде тек қана газ қолданылады, сондықтан ауаға мынау газ жанғанда өндірілетін шығарылатын газдар, олар азоттың оксидтері және углерод, диоксид углероды, көміртек деймін, көміртектің диоксиді, солар бөлінеді ауаға. Табиғи газ бұл қазір қолданылатын ең тазасы болып есептелінеді. Бұл жерде газдан басқа еш нәрсе қолданылмайды. Сондықтан бұл экологиялық таза өндіріс болып есептелінеді. Ал енді цифрлық мөлшерлері болатын болса, олар енді біздің құжатта бәрі есептелінген. Мен осы нормативтік экологиялық құжаттарды әзірлеуші боламын. Сіздерді мен осы құжатпен қазір таныстырып өтемін. Негізі бұл действующее предприятие болғандықтан, бұл сол кезде бүкіл құжаттардың бәрі алынған, бірақ несі мерзімі 2015 жылыма алынған мерзімі біткен, кеше пандемия кезінде бітті. И пандемия кезінде бұлындар тоқтатылған соң, сондай себептермен сол кезде алынған жоқ. Бірақ қазір енді жаңағыдай кешіріммен қарап, қайтадан бәрі іске нормаға келтіріліп, отчеттардың барлығы уақытылы өткізілу керекті. И сол үшін мына құжаттардың барлығын жаңалап, біз қайтадан неден бәрін өткізуіміз керек, сараптамадан и қайтадан новый срокқа алынып атқан құжаттар. Так, оларды мен енді сіздерді таныстырып өтейін. Так, нені қосыңыз? Флешкада. Не қарап істей берсіңіз. Не қарап істей берсіңіз. Так.
Мына жерде енді вспомогательный документтердің барлығы келтірілген, мына акт госприемки, бұлардың бәрі міндетті түрде жаңағыдай болу керек, сараптамалық құжатқа осылардың бәрі қосылып өткізіледі. Акт госприемки, госакт на землю 2-3 бөліктен тұрады. Сосын ашылды ма? Ашылған жоқ па? Міне бассаңыз. Міне бассаңыз керек па? Вот так. Бұл заңды нелер, құжаттардың барлығы бар, неге құжаттарды қосылып өткізіледі сараптамаға да. Бұл просто сіздерге танысу үшін. Так, сосын мына жерде так договор, мынау сумен тоже нелер, договор обслуживания Тұраркент су мемлекеттік мекемесімен жаңағыдай нелерге қойылған. Келісім шарт бойынша сол жерде су қабылдап, сол неге шығарылды сулар сол жаққа өткізіледі. Так, мына жерде қалдықтар, қатты қалдықтардың келісім шарты бәрі заңды түрде өткізіледі. Олар несін мен қазір неде таныстырамын. Так, материал, связи инвестиции, справка категории неден алынған, мемлекеттік департаменттен алынған, департамент экологиядан алынған справка екінші санатқа жататыны. Барлық мекеме белгілі санатқа жатқызылатын болса, заңды түрде екінші санатқа жатқызылатын болып табылған. Соған сәйкес, сол екінші неге талаптарына сай бүкіл құжаттарды солай істелініп жатыр. Мен мынадан шығып кеттім ғой. И где тут? Так. И мынау неде фоновый. Он жазып қойған. Қажеті жоқ па? Тұр ғой. Все, теперь это... Бұның алдында заңға сай біз управленияға не жібергенбіз, запрос жібергенбіз. Осы не жүргізу үшін запрос. Ол кісілердің официальный жауаптары бәрі алынған. Вы что, для населения только по технологической... Это не в связи с чем? Какие объемы? Зачем им документы показывать? Жоқ, конечно, был технический нелер емес, анау. Вы на них как жители смотрите, зачем им, какие у них документы, договора показывать. Хорошо, тогда это... Так, проект. Ну, проект эмиссии окружающей среды. Кирпичный завод. Капец. Сохранить то, Да. Вы просто технологический процесс откройте и свой доклад читайте, а вот этот ваш проект НДВ, это им все не нужно. Тоже не нужно, да? Конечно, нет. Свой короткий доклад, 5 минут и все. Хорошо. Презентацию же сделали, показали завод. Так, Майлыкент сүт кооперативінің негізгі мақсаты сүт өнімдерін шығару. Арнайы тетрапакеттерге жаңағы құю. Зауыттың құрамында бұл жер территориясында зауыттың әкімшілік ғимараты, мына жердегі жаңағы өндірістік ғимараттар, офистік ғимараттар, орнатылған асхана бәрі
бар. Су, электроэнергия, газ аумақтық орталықтандырылған жүйелерге қамтылған. Кәріз сулары жаңа айтып, Тұраркент мемлекеттік мекемесіне қарасы канализациялық жүйесіне түседі. Жылумен қамту автономиялық қазандықтардан қамтылған. Зауыт аумағында 8 қазандық жұмыс істейді. Оның екеуі жаңа технологиялық қажеттілікті қамтамасыз етеді. Қалған олар СЭФ 500-дік қазандықтар. И 6 қазандықтар бар. Кішігірім СЭФ 30 деген қазандықтардан жылумен қамтылады. Жұмыс орындары мен әкімшілік отыратын орындарды жылумен қамтиды. Барлық қазандықтар табиғи газда жұмыс істейді. Бұл қазандықтардың мұржаларының биіктігі 10 метрден, диаметрі 0,25-тік түрлі мұржалардан жаңағы тасталынады қалдық нелер. Зауытта бір жылда 142.348 кубометр газ қолданылады екен, және өз қажеттілігінің қамтитын 20 килограмм электр жұмсалады. Зауыттың өндірістік мүмкіндігі суткасына 12 тонна сүтті өңдейді, и бір жылда 4380 тоннаға дейін сүт өңделеді. Жұмыс кестесі жылына 365 күн жұмыс істейді, и суткасына 8 сағаттық тәртіппен жұмыс жүргізіледі. Зауытқа тиісті ең жақын орналасқан тұрғын үйлер солтүстік батыс жақтарында орналасқан 40-50 метр арақашықтарда. Аса зиянды шығарынды газ немесе қолайсыз иіс болмағандықтан тұрғындардан осы күнге шейін ешқандай жаңағыдай келіспеушілік, наразылықтар түскен емес. Зауыттың өндірістік технологиясы өте қарапайым десек те болады. Жергілікті тұрғындардан таза сүт қабылдап, оны белгілі бір өңдеуден өткізіп, дезодорирование сондай нелерден өткізіп, тетрапакеттерге құйып, қайтып халыққа тұтынуға шығарылады, беріледі. Өндірістік процестің барысында жалпы 9 ластау көзі анықталған, оның ішінде 8 ұйымдастырылған түрде, бір ғана ұйымдастырылмаған. Ол жаңағы электродтардың жұмысы. Қоршаған ортаға негізгі зиянды заттары мен ластау көздері болып жаңағы жылу қазандықтар болып табылады. Жаңағы ас дайындайтын пеш бар, және дәнекерлеу аппараты. Өндірістік процестің барысында атмосфераға тасталынатын негізгі зиянды газдар, табиғи газ жанғанда бөлінетін азот оксиді және жаңағы көміртек диоксиді болып табылады. Жалпы зиянды заттар мөлшері бір жылға 1 тонна 1,124 тонна болып табылады. Бұл енді есептік әдіспен есептегенде, теоретически. Жаңағы енді завод, кооператив заводы жыл 12 ай тоқтамай жұмыс істейді деп атап өттік. Осы уақытқа шейін заводтың өнімі халыққа жақсы танымал болып, жақсы сұранысқа ие. Менің пока айтарым сол, сұрақтар болатын болса, кімде қандай жаңағыдай туындаған сұрақтар болатын болса, пожалуйста, қойып отырыңыздар. Баяндамашы Назипа Пернебайқызына рахмет сізге. Осы бүгінгі іс-шара бойынша Майлыкент сүт мекеме кооперативінің экологиялық жағдайына қарсылық білдіретін ауыл тұрғындары сіздер тараптан ұсыныс, пікірлеріңіз бар ма? Сіздер тыңдайық. Жоқ, рахмет. Мамаге, айтсаңшы былай, мен көз тұрамын, жер қалай Білмеймін оны. Сөз ретінде айтыңыз. Мен көршісімін, напротив живу. Чисто экологический продукция. Рахмет сіздерге. Не деймін? Кедергі болмайды. Кедергі жоқ. Не, жау жоқ, бәрі орында. Рахмет сіздерге. Басқа не? Онда мен айтып СПК Майлыкент сүт төрағасы Сауытбек Ниязбек Саттарбекұлы бүгінгі мына іс-шараға қатысып отырған
көршілеріңізге бәрі рахмет айтқым келеді. Әшейінде жинай алмайсыз ғой. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Енді өздеріңіз байқап отырғандай, мына көршілерден ешқандай бізге деген жалпы дей ма, сондай ұсыныстар келіп түсіп жатқан жоқ. Себебі біз табиғи газбен жұмыс істейміз, қатты отындарды қолданбаймыз. Кейде жаңағы қатты не дейді ғой, мусорларды, теория мусор дейді ма, солардың бәрін өздері келісімшартпен алып кетеді. Мына көрші қолаңдарға біз бұл жерде ешқандай зиян келтіріп отырған жоқпыз. Сертификат тауарларымыз бәрі сертификатталмайды. Енді ол Шығарып бізге деген қандай да бір нелеріңіз болса, жалпы дейміз ғой. Жалобы, не обязательно жалобы, может быть, пікірлері бар. Положительные ұсыныстар. Может, жаңа кенді мияқ қарап шығар дейсіздер ма, сондай ұсыныстарыңыз болса, айтыңыздар. Кейіннен кейін айтып жүрмеңіздер. Қазір айтпаңыздар бәрі. Өздеріңіз айтқанда продукцияның дамыманы шығады, жақсы. Вредный ештеңе жоқ. Болды, рахмет. мынау жаңағы қатты қалдықтардың несі ғой, мөлшермен енді документ бәрі ашық былай көрсетемін ғой деп не ойлаймын. 13 тонна, жылына 13 тонна қатты қалдықтар. Қағаздар бәрін, бұл документтерді бәрін апарып жүзесіз ғой. Иә, экспертизамен тапсырылады, мына құжаттардың бәрі танысам десеңіздер, мұны құжаттың бәрі. Олар қазір не обязательно мынау сіз керек болса көріңіздер. Болмаса бәрі отчет есебінде тапсырылады керек жерлеріне. Соның арасында біздің қазір жинап отырған мәселеміз мына орталықта тұрған жерімізде тұрғындарды, көршілерді дегендей біз бір-біріне экологический зиян тимей ма түбінде бұл общественное мнение деген халықтың ой несі. Сіздер де сол үшін жинап отырып өтіп жатқан жұмысшылардың 70% осы ауылдың тұрғындары болып есептелген бәрі. Жұмыспен қамтисыздар ғой. Жұмыспен 70 адам, қазір 60 адам, 70 адам жұмыс істеп жатқан болса, осының почти 60-70% жартысынан көбі осы ауылдың тұрғындары болып есептелген. Менде сұрақ бар, сіздер НДВ өткізіп жатсыз ғой қазір, ПДСК-лары бар ма, сбростары? ПДС